Қазақ эстрадасының жұлдызы Индира Расылханның анасы пневмонияға шалдықты. Бұл туралы өнер иесінің өзі әлеуметтік желі арқылы хабарлаған. Ол анасының жағдайы нашарлап кетуіне байланысты жедел жәрдем шақыртуға тура келгенін айтты. Индира Расылханның анасын құтқаруға келген медицина қызметкерлері бірден оның пневмонияға шалдыққанын жеткізген. Орын алған жағдайға қатты алаңдап жатқан әнші көпшіліктің көмек сұрап, анасы үшін дұға етіп қоюын өтінген. Менің анашыма дұға етіп қойыңыздаршы ағайын. Жедел жәрдем шақыртып, пневмонияның бар екендігін айтып шошып жатырмыз. Алла аман етсін деп тілеудемін. Дұғаларыңызға мұқтажбын, деп жазды ол. Желі қолданушылары бір ауыздан оған қолдау білдіріп, анасына денсаулық тіледі. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз. Анашыңыз тез жазылып шығады. Алла шипасын берсін, дұғадамыз. Алла шипа берсін, аналарымыз аман болсын. Аман болсын, жазылып кетсін. Алла жар болсын, аналарымыз ауырмасын. Аналарымыз ауырмасын. Бәрі де жақсы болады. Алаңдамаңыз, өзіңізді күтініңіз. Анаңыз ауруды еңсеріп шығады, деп жазды көпшілік.